Сәлем достар, қалайсыздар? Жансая Еркінбекқызы арнасына қош келдіңіздер, достар. Мына сыйлықтарды Жансая өзінің арнасына бөлек түсіргісі келді. Мен өзім туған күніме қош жіберейінші десем, қош мама деп. Сонымен қыздардың әкелерімен бірігіп жасаған сыйлықтарына распаковка. Бірінші менің уходкамнан бастайықшы. Мынау айналайын бренді. Бұны білетін шығарсыздар сіздер уже. Бұл уже инстаны жайлап кеткен. Бүткіл танымал блогерлердің бәрі осыны алып жатыр. Енді мен бірінші рет қолданайын деп жатырмын. Күшті емес деп отзыв айта алмаймын. Бірақ қолданған адамдарға қарасақ, кәдімгідей керемет көмектескен дейді. Мынау умывашкасы. Мынау умывашкасы С витаминімен, қараңыздар, нағыз керек дүние ғой мынау. С. Ал умывашкадан кейін, по-моему, тонер болу керек. Иә? Иә. Ух ты! Тонер ғой. Бірақ сенкіндей емес екен, иә? Сырты бірақ әдемі. Жансаяныкі, прям уходкасыныкі бүйтіп ұстасаң, пластмасс екенін білмейсің, шиша екенін білмейсің, прям бір басқаша ғой. Мынау өзіміздің отандығы, өзіміздікі ма? Қандай бір сөз бар еді ғой? Отандығы, өзіміздікі өндірістікі. Өзіміздікі өндірістікі дегендей. Мен үнемі осы 2 жыл болды, Аллаға шүкір етемін. 2 жыл болды, отандық қандай бренд көремін, отандық қандай әдемі керемет өнім көремін, сатып алуға тырысамын. Алуға тырысамын. Өйткені халық пайдалансын деп өзіміздің отандық жаңағы отандастарымыз шығарып жатыр, дұрыс па? Ештеңке шығып жатқан жоқ, ойбай анау мынау дей берсек дей береміз. Енді шығарып жатқан адамдарды қолдау керек деп ойлаймын өз басым. Міне мынаны өзімізде Алматыда шығарылып жатыр екен, америкалық технологиямен. Бұны да көрейік. Соғұрлым алып жатыр қой, неше түрлі уходкалар деп. Мынау бізде бет күтімі, ночной, дневной крем, күндізгі, түнгі крем, және мынау сывороткасымен. Келесі тағы осы. Кішкентай. Бұл, по-моему, SPF. Я? Шатаспасам. Жоқ, бұл SPF емес. Не мынау? Серум екен. Ойбай, бұл да сыворотка ғой, мына тонерден кейін пайдаланатын. Бірінші жуынасың, тонер жағасын, одан кейін мынаны жағасын. Бұл сыворотка болу керек, по-моему. Я? Достар, мынандай сыворотка көргенсіздер ме? Қараңыздар. Шашатын сыворотка. Қараңыздар. Еще мынандай жылтырымен бер. Ананы мынаған кигізіп қоясың. И далаға шығып бара жатқан кезде бетке піс-піс етіп шашасында кете бересің. Нағыз жалқауларға арналған сыворотканы алып SPF-ті бетіне жағып тұруға ерінетін мен сияқты еріншектерге арналған екен. Мен осынысына қызықтым. Шынымда екен, осынысына қызыққам. Бірақ жазды аламын, мен жазға қарай қойшы қазір қой берші деп. Қазіргі жоспардан алып тастаған ем, сөйтсем менің қызым. Менің инстамды, каспиімді бәрін тексерген ғой, отырып алып. Мен не іздеймін, история поисктан іздеген екен. Қыздар, сіздерге күшті Жансаядан лайфхак, мамаларыңызға, әкелеріңізге не сыйлауын білмей жүрсеңіздер, телефон жайлап алады екенсіздерді. Мен өзім білген жоқпын, жаңа кафеде айтып жатыр ғой. И история поиск. Каспиде не іздеді соңғы күндері, соңғы уақыттары, и инстаграмнан не іздеді соңғы уақыттары. Өзіне ұнайтын қандай заттар іздеді. Мен жасырмаймын. Инстаграмнан бір блогерден көргеннен кейін мен бұны зерттедім. Гуглға да тердім, ChatGPT-ге де тердім. Барлық жерге теріп, зерттеп көрдім. Сосын мейлі бәрін отзывы күшті екен ғой, пікірді жақсы жазған екен. Демек, алам деп жоспарлап қойған ғой. Сөйтсем менің балапанда бетіңе сепші. Осылай сеуіп, шығып кете бересің, короче. Күшті. Енді келесі шоколадты көреміз. Шоколад маған қызық болып тұр. Міне, киндер шоколад. Отырып алайыншы, ыңғайланып. Мынаны қараңыздаршы, вообще маған шок. Мынаны сол жерде ашып, балдар шайнады. Легенда лавистың ішінен әрқайсымен жеке-жеке түскен суреттерін шығарды. Байқадыңыздар ма? Мына Ерасылмен түскен суретке бір сағыз, Аяламен түскен суретке бір сағыз, Альбинамен түскен суретке бір сағыз, Мұхаммедпен, Жансаямен түскен суретке бір сағыздан арнапты. Және мынаны ашамыз екен. Бұның ішінде 8 штук деп тұр, иә? Көрікші 8 дана бар екен. Сонда оның ішіне де мен суретімді салама, или ішінде кәдімгі? Жоқ, ішінде мама деп тұрады. Міне, сәтінде жазып.
тура солай ма? Иә. Любимая мама деп атты өздерің қойдыңдар ма? Мына жерде қараңыздар, любимая мама дейді. Девушки для умной, красивой, милой. Достар, қараңыздар, қандай әдемі нелер шыққан. Девушки на свете для умной, красивой, милой, скромной, самой милой маме десең күшті кетер еді. Любимая мама депті. Керемет. 10-да 10. Мынаға вообще 10-да миллион қоямын. Менің күтіп жүрген пошла, мынау вообще маған күшті топ болды. Мынау кімнің ойына келді бұл, шыныңды айтшы? Кім ойлап тапты бұны? Өздіктеріңнен ба? Жоқ, бұны Аяла ойлап тапты. Аялан алдынан қайта шыға береді екен, қытайлап береді екен бір-біріне. Осындай ма? Иә. Сөйт қақтан алдыңдар бұны? Каспийден алдық. Каспийден ойлап тапты. Әкемен бірге іздеп тауып алған, қараңыздар. Маған мынау ұнады. Прям мынаның ішінде тұрған. Мен кірген кезде байқадым, бірақ енді онша мән бермедім да, жылтырақ тұрған. Мұхаммед кетті жылып. Сөйтіп мыналармен сөйлесіп әңгімеге айналып тұрған кезде Мұхаммед мынаның ішіне жұлып алып, мама мынау менің гүлім саған деді. Жаным. Сондай пысық болу керек қой. Не болды дейді, аш қарасам. Тек Альбинаның қолында бола ма, неге біздің қолымызда болмайды деп жүріп. Иә. Альбинаның қолында шоколадтар болды ғой. Альбина жүгіріп келіп маған берді. Ол құр тұрып қалды. Сонымен мынаның ішінен жолып алды да, мынау саған гүлім деді ғой. Жаным, соны. Пысықтығын айтсай, оның жылдамдығын айтсай. Ұстап қызбай сөредік сіз келген кезде. Мына жақта маған ақшалай сыйлық. Достар, қараңыздаршы. Супер, бұл вообще маған ұнады, топ. 5000 теңгеліктен. Бұны кафеге неге апармадыңдар, ұмытып кеттіңдер ма? Или план сондай болды ма? Кірген кезде, үйге мен неге жатын бөлмеме кірген кезде, мынау алдынан күтіп алу керек болды ғой да. Иә. Күшті достар. Сосын мынау вообще маған ұнады. Менікі қатты қалың еді, мойныма тағатын тросым қатты қалың тұғын, сосын оны таққым келмейтін еді. Соны әкеміз байқап, ақыр өзінікін таққысы кеп жүрген жоқ, кейін тағар деп маған осыны ұйымдастырыпты. Нағыз маған ұнайтын түрі. Рахмет жанке. Бақытты болыңдар. Мені қуансаңдар, Алла сендерді еселеп қуансын. Құдай қаласа. Ал достар, өздеріңізде жансаялардың маған ұйымдастырған, әкелермен бірігіп маған ұйымдастырған туған күніне бағалап, ауылдан сәлем арнасынан шыққан анамыздың туған күніне пранк деген видеоны қолдап қойыңыздар. Ал мынау жансаялардың сыйлығына распаковка. Достар, қараңыздаршы. Инстаграмда да, статусыма да салып мақтанып жатырмын ғой өзімше, қараңыздаршы. Арука мен Еркеназ деген арнаны білесіздер ғой, а? Мына жерге қазір фотосын қойып қоям. Тіркеліп алыңыздар, лайк басып. Ол қазақша арнаны қолдап қойыңыздар, қараңыздар. Сыртқа шығып кеткен болатынмын. Үйге келсем, через курьер маған мынандай кросс-боди беріп жіберіпті ғой. Мына жерде мен адресін тұр екен жертіп алып тастадым. Қараңыздар, қандай керемет. Прям маған ұнап жүрген кросс-боди еді осы. Қош бір реті келгенде алармын деп мән бермей жүрген ғой. Қараңыздар. Керемет. Рахмет. Арука мен Еркеназ көріп отырсаңдар, рахмет. Үлкен сендерге көңілді айтсаңыздаршы, көңілді. Не деген керемет. Нағыз маған ұнап жүрген фасон. Бибіқайтшы апайға рахмет. Арнаға тіркеліп лайк басып қойыңыздаршы. Ауылдан сәлемнің атынан келдік, Жадырапайдың атынан келдік деп комментарийін толтырып кетіңіздерші соңғы шыққан видеоларының астына. Қараңыздаршы, мен қуанып отырмын ғой. Рахмет достар. Екі арнаға да тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ізгі тілек, әдемі ниетте, әдемі тілектерін жаудырған әрбір жанға осындай туған күн, осындай сыйлықтар жұғыс болсын.